Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қалдарыңыз қалай? Қалай емтихан өтіп отыр? Бүгін бізде 28-ші бөлім болып келеді. Өте қуаныштымын мен каналымда болғандарыңызға. Көптеген сұрақтарды әлі талқылаймыз қазақ тілінде де. Орыс тілінде қазір 48 видеодай бар. Енді қазақ тілінде қуып жетеміз. Және де достар, егер де осы тест алғыларыңыз келсе, онда видеоның астында сілтеме болады, немесе менің номерім бар, оған хабарласыңыздар. Сілтеме арқылы өзіңіз тіркеліп сатып алуларыңызға болады. Қазір жеңілдік сіздерге, кім менің YouTube каналымда тіркелді және де қарап лайк басып комментарий жазады, оларға жеңілдік 4500 теңге 2 айға болады. Ал бастайық. Жол қозғалыс қатысушыларының қайсысы автомагистраль бойынша жүру ережелерін бұзды? Ал достар, қараймыз. Бізде белгі бар мынада. Автомагистраль дейміз. Бұрынғы атауы қазақ тілінде ол автоарна болған негізі. Қазір алып тастаған оны, тек қана автомагистраль дейміз. Автомагистраль белгісінде сіздердің жылдамдықтарыңыз 40-тан төмен болса жүруге тыйым салынады. Сондықтан трактор, велосипед, жаяу жүргіншілерге жүруге тыйым салынады. Жауабымыз мұнда міне трактор, велосипедші барлығы бұзды дейді. Барлығы бұзды әрине. Берілген жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне аялдауға рұқсат етіледі ме? Енді қараймыз достар, сіздер білесіздер, қиылыста аялдауға тыйым салынады. Егер де жол таңбасы үзік-сызық болса. Үзік-сызық болса, онда қиылыстан кейін 30 метрден кейін ғана тоқтауларыңызға болады. Егер де қиылыста жол таңбасы тұтастан басып тұрса, тұтастан басып тұр ортасында, және де жол шеті мен жол таңбасының ара қашықтығы 6 метр, онда басқа көлік бізді айналып өте алады. Сондықтан бізге рұқсат етіледі. Сондықтан жауабымыз бізде, егер бұл көлік құралдарының қозғалысына кедергі келтірмесе, рұқсат етіледі деп жауап бересіздер. Сонымен достар, үзік-сызық болса 30 метрден кейін тоқтайсыңдар, егер де жол таңбасы тұтастан орнатылса, онда рұқсат етіледі деп жауап бересіңдер, егер де бөгеткен болсаңдар. Келесі сұрақ, жеңіл автокөлікке осы жағдайда темір жол өтпеліне шығуға рұқсат етіледі ме дейді. Тағы да анимациясын қарап өтейік. Бізде жол беріңіз белгісі тұр, және де бізде жүк көлігіміз жол бергелі жатыр. Сондықтан оған жүруге болмайды. Бізге жүрісімізді бастауға тыйым салынады, себебі темір жол өтпесінде аялдауға тыйым салынады. Сонымен жауабымыз бізде тек тыйым салынады деп жауап береміз. Анимацияда көрсетілген, міне. Келесі сұраққа көшейік. Көк автокөліктің жүргізушісі екінші қиылыста солға бұрылған кезде. Енді суретке қараймыз. Мұнда екі қиылысымыз бар ғой. Екі қиылыстың бөлігі бар дейміз негізі. Міне мұнда жолақ бөлетін орнатылған жағдайда бізде екі қиылыстың бөлігі пайда болатын. Мына бірінші қиылыс, мына екінші қиылыс. Енді басты жолдың белгісі негізі ол осы екі қиылысымға да қолданылады. Сондықтан сіздер солға бұрылған жағдайда қарама-қарсы көлікке жол беру тиіссіздер. Сонымен біздің дұрыс жауабымыз, көк автокөлік жүргізушісі екінші қиылыста солға бұрылған кезде тек автобусқа жол береді деп жауап береміз. Рұқсат етілген ең жоғарғы салмағы 3,5 тоннадан кем жүк автокөлігін басқарып солға бұрылуға рұқсат етіледі ме? Сондықтан достар, сіздер сыртқы пішініне қарасаңыздар, бұл көлік жүк көлігі саналады.
Бірақ сұрағында қойылған оқыңыз бар толықтай. Мында мысалы 3,5 тоннадан кем деп тұр. 3,5 тоннадан біздің салмағымыз кем болса, біздің көлігіміз сыртқы пішіні жүк көлік болса да, ол жеңіл көлік болып саналады. Сондықтан бізде мында қосымша ақпараттық белгі тұр. Жүк көлікті тек тура бағытта жүру тиіс деген. Бірақ біз оған бағынбаймыз, себебі біз жеңіл көлікпіз. Тыйым салынады дейміз. Рұқсат етіледі, кешіріңіздер. Жол көлік оқиғасы болған жерді қай жағынан айналып өтуге рұқсат етіледі. Енді мұнда қараймыз, жолдан басы бізде қос тұтас тұр, оны кесіп өтуге болмайды, сондықтан біз тек оң жақтан өту керекпіз. Міне, оң жақтан. Жаңағы сары көлік жол ережесін бұзып өтті. Сондықтан сіздер де достар, сөйтіп жолдан басынан өтіп кетіп жүрмеңіздер. Ол үшін сізден 6 айға жүргізу куәлігіңізді құқығынан айырады. Техникалық жағдайына сәйкес жылдамдығы 40 км сағатынан төмен көлік құралының автомагистральда жүруге рұқсат етіледі ме? Рұқсат етіледі, тыйым салынады, оң жақ шеті жолақта ғана рұқсат етіледі. Әрине, жаңа ғана өттік автомагистраль жайлы, ол бірінші сұрақ болды. Сонда біз айттық, егер де 40-тан төмен болса жылдамдығымыз, толықтай жүруге тыйым салынады. Көрдіңіздер ме, сұрақтар қайталанып келеді. Сондықтан басынан бастап видеоны матать етпей, сразу қарап алыңыздар толықтай. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне басып озуға рұқсат етіледі ме? Достар, егер де сізде басты жолдың белгісі орнатылса, онда сіз қиылысқа дейін және қиылыстан кейін басып озуларыңызға рұқсат етіледі. Егер де сізде тең мағыналы қиылыс немесе жол беріңіз белгісі болса, онда қиылысқа дейін озаласыздар, қиылыстың өзінде әрине тыйым салынады. Дәл қазір бізде рұқсат етіледі. Қандай жағдайларда кері бұрылу үшін трамвай жолдарына түсуге рұқсат етіледі? Енді қарайық, достар. Мысалы, мына трамвай бізде жолы, сіздер солға бұрылу үшін міндетті түрде кіресіздер, содан кейін барып кері бұрыласыздар. Біздің дұрыс жауабымыз ол бізде А және С болады. Сонда дұрыс жауабы мұнда А и В деп тұр. В, А. Егер де бізде жол белгісі орнатылса, жолақтар бойынша бағытты көрсетеді ғой, андай төбесінде стрелкасы болса, андай белгілер болады, көк түсті. Тура оңға, солға деп тұрады ғой. Егер де осындай белгілер болса, трамвай жолына түсуге тыйым салынады. Сондықтан біз А және Ны таңдаймыз. Достар, егер де қызықты болса, міндетті түрде тіркеліңіздер. Егер де автошколада оқысаңыздар, онда достарыңызбен бөлісіңіздер бұл видеомен. Өте жақсы көмектеседі. Қазір өте көп оқушыларым жүргізу куәліктерін алып отыр. Көптеген оқушылар комментарийға немесе WhatsApp-қа былай шығып, рахметтерін айтып отыр. Сіздер мотивациясыздар ғой. Әрқашан сіздердің жылы комментарияларыңызды көргенде мен видео түсіре бергім келеді. Сондықтан достар, шын жүректен рахмет сіздерге. Көрсетілген белгілердің қайсысы бірнеше белгінің бір уақытта әрекет ету аймағының аяқталуын білдіреді? Әрине, ол бізде 4-ші белгі. Бір уақытта бүкіл тыйым салу белгілерін күші жояды десе болады. Осы жол белгісі нені білдіреді? Көбісі стоп дейді оны. Негізі аялдамай жүруге тыйым салынады деп аталады қазақ тілінде. Бұл белгі қауіпті қиылыстарда орнатылады және темір жолдарда орнатылады. Бұл белгіде міндетті түрде тоқтайсыздар, жан-жақтарыңызға қарап, содан кейін барып жүресіздер. Тоқтаусыз қозғалысқа тыйым салынады дейді. Дұрыс жауабы бүйірден соғатын қатты желдің әсер етуі сіздің автомобиліңізге анағұрлым қауіпті. Енді жауаптарын оқиық.
жолдың ашық учаскесі бойынша жүру кезінде, енді ашық жерде жүргенде қатты қауіпті емес. Бір жағынан ағаштармен жабылған жол учаскесімен жүру кезінде дейді, әрине ол айда қауіптілік емес. Егер де жабық жерден ашық жерге шықсаңыздар, осы жерде қауіпті болады, себебі көлікті бір жаққа тез арада тартуы мүмкін. Сондай жағдай болса, рульдің көлігін қатты ұстаңыздар, достар. Бір жауабы С. Берілген жағдайда көлденең таңбаның үзік екі сызығын кесіп өтуге дейді. Бұл бізде реверстік жол. Бұл жолақпен біз бағдаршам орнатылған кезде ғана жүруімізге болады. Егер де жасыл жанса, мүлдем бағдаршам көрмей немесе бағдаршам істемеген жағдайда сіздерге мұнда кіруге тыйым салынады. Сондықтан жауабымыз тыйым салынады дейсіздер. Бұл жағдайда қай автокөліктің жүргізушісіне тоқтап тұруға болады? Енді қараймыз. Тоқтап тұру дегеніміз ол аялдап тұру, стоянка дейміз орыс тілінде. Темір жолына өткен соң және де темір жолдың алдына 50 метр арақашықтан кейін аялдап тұруға болады. Бұл жерде тоқтауға болады, бірақ 5 минуттан жоғары тұруыңызға болмайды. 50 метрден кейін 5 минуттан жоғары тұруыңызға болады. Сондықтан жауабымыз екі көлікте жол ережесін бұзды. Тыйым салынды. Жақсы достар, бүгін сіздермен осы ақырғы сұрақ болды. Қоштасайық. Тіркелгендеріңізге рахмет. Лайкты басып, комментарий жазыңыздар. Және де егер де осы тест алғыларыңыз келсе, видеоның астында сілтеме бар, сол арқылы тіркеліп алуларыңызға болады, немесе менің номеріме жазыңыздар, тест деп. Мен сіздерге өзім тіркеп бере аламын. Сіздерге жеңілдік, егер де тіркелген менің оқушыларым болсаңыздар, 4500 теңге 2 айға. Жақсы достар.